Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай сүтті қыз, молочная девочка торттың жасалу жолының видеосымен бөлісемін. Бізге керегі 4 жұмыртқа, сапалы сгущенка, бөлме температурасындағы сары май, ұн және разрыхитель. Ең алдымен ұн мен разрыхительді араластырып, бөлек қойып қоямыз. Одан соң 4 жұмыртқаның өзін жақсылап миксерлеп, аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Енді үстіне сгущенканың барлығын құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Менде деп фирмасының сгущенкасы. Осындай сапалы сгущенка қолдансаңыздар, торттың корждары жұмсақ, үлпілдек болып көтеріліп піседі. Корждарының әдемі шығуы осы сгущенкаға да байланысты. Деп фирмасыныкы, 3 желания фирмасыныкы сгущенкалары жақсы. Сгущенка мен жұмыртқаны араластырып алдым. Енді сары майды қосып, тағы араластырып аламыз. Ұнымызды осылай бірінші бір бөлікті қосамыз, миксермен араластырып аламыз. Осылай 3 бөліп қосып араластырамыз. Бәрін бірден қосып араластыруға болмайды. Міне осындай әдемі қоймалжың қамыр шығады. Енді пергаментке құйып, сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Мен мына жерде 3-ші қасықты құйдым. Бірінші 2 қасықтан құйып шықтым. Оны жайып көргеннен кейін жұқа болды. 3-ші қасықты құйған соң сәл қалыңдау болды. Кейбір адамдарға жұқа корж ұнайды, ал кейбір адамдарға сәл қалыңдау корж ұнайды. Мен өзімізге жасап жатқаннан кейін өзіме сәл қалыңдау корж ұнайды. Сондықтан 3-ші қасықты құйдым. Сіздерге молочная девочканың тестасы жұқа болған қаласаңыз, 2 қасықтан құйсаңыз болады. Ал мына видеодағыдай сәл қалыңдау болған қаласаңыз, 3 қасықтан құйсаңыз болады. Осындай беті сәл қызарса болды, пештен ала беріңіз. 180 градусқа қойып, өте тез піседі. Пештеріңізге қарап
тұруларыңыз қажет, әйтпесе шектері күйіп кетуі мүмкін. Әр коржды пісіріп алған соң жеке-жеке жайып суытып алыңыз. Жақсылап суыған соң ғана осылай жинауға болады. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Сливкиді және қантты құйып, миксермен жақсылап осылай қою болғанша араластырамыз. Өте көп араластыруға да болмайды. Артық болып болмаса, сап-сары май шығып кетуі мүмкін. Аппақ болып, қою болса болғаны. Тортты жинаймыз. Астына жылжып кетпес үшін солай жағып қойдым. Осылай теріс қаратып жинаған дұрыс, торт тегіс шығады. Толы 3 ас қасықтан крем салып, бетін тегістеп, коржды теріс қаратып қоямыз. Осылай жалғастырып кете береміз. 3 қасық крем салып, бетін тегістеп, коржды теріс қаратып қоямыз. Ортасынан басып отыру керек. Сонда беті теп-тегіс болады. Баспасаңыздар, ортасы көтеріліп тұрады. Ең үстіне крем жағып болған соң, ең үстіңгі коржды осылай оң қаратып саламыз. Кремін жағып, енді қалған кремдердің барлығын тегістеп, барлық жеріне жағып шығамыз. Міне крем жақ болған соң, мен вафельный крошкамен әсемдедім. Бұны да қолдан жасауға болады. Торттың жасалу жолының видеосы ұзақ болғандықтан, оның видеосын бөлек салатын боламын. Осылай үстіне және жанына жабыстырып шықтым. Барлық шетіне осылай жабыстырып, бір түн холодильникте торттың барлық жері жабық тұру керек. Сонда торт кремдері сіңіп, корждары жұмсақ болып, өте дәмді болып дайын тұрады. Тағы да үстіне крем жағып, жазу жазып сәндеуге болады. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда енді вафельный крошкамен және де тағы басқа видеоларымен бөлісуге тырысамын. Рахмет.